ел құрметіне ие болған Мысқал жан еді Еркін Құлтөреев. Сол кісіменен бала жасынан бірге өстіп, одан кейін 1966 жылдан бері 95 жылға дейін мектепте бірге жұмыс істедік. Ол кісі көпсі көрген, мінезі ауыр, ойланып сөйлейтін жақсы адам еді. Ол кісіден көп насихат айтатын еді. Қолында істеп жатқан қызметкерлерге айқайсыз әдемілеп, насихаттан айтып, оларды жұмысқа жолдама беретін еді. Ал ол кісіден көп жақсы қасиеттерді үйрендік. Жұмыс орнында, өмірімізде соны қолдадық. Ал енді мынау қазақта ұлағат сөздер, мәтел, мақалдар мол ғой. Соның бірі адам өмірін білушілер теңізге балаған екен. Теңіз өне бойы құлаққа ұрған саңардай тыныш тұрмайды екен. Асау толқындар болады екен, дауыл болады екен. Сол кезде адам баласын тұңғиыққа жібереді екен. Ал жағалауға жақын болса, жағалауға лақсырады екен. Адам өмірінде ауырда болады, жеңілде болады, қайғы қасірет болады, қуаныш күндер болады. Сол сияқты сол жаңағы өмірінде Ерекең көп құбылыстарды басынан өткерген. Міне сол кісі жастайынан Еркін Сапар, бұлар енді бізге жиен болып келеді. Аян деген әпшемізден дүниеге келген. Жездеміз Құлтөре ертерек дүние салып, екі бала жаңағы кішкентай кезінде қалып кетеді. Соны әпшеміз марқұм жетелеп, о кезде заманның ауыр кезі болған, 41-ші жылы соғыс басталып, 45-ші жылы бітті. Міне сол кездерде халықтың жаңағы мылтық көтересінің барлығы соғысқа аттанды. Артта қария, шалдар, кемпірлер, жас балалар қалған. Олардың көрген күндері ауыр болған. Міне сол себепті жастайынан көп қиыншылық көріп өткен. Ал енді соны өмірде қолдады. Құдай қаласа міне бірталай ұл қыздары бар, орында бар оңалар дейді ғой. Сол сияқты осылар міне ел жетіп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, дүниеден өтті. Енді бір өкінішті жері, жаңағы ағайын бар, туысқан бар, солармен барып келіп жүресін кезеді. Басқа жағы бәрі орында, міне балдардың барлығы үйлі жайлы, баспанасы бар дегенде ел қатары өмір сүріп жатыр. Ал енді ол кісіні мен өзім, өз басым бірінші ұстазым деп есептеймін. Өйткені ол кісіден көп жақсы жақсылықтар үйрендік. Ерекең көп өмірінде жақсылықтар істеді. Құдай қаласа міне балдары бақытты болсын, ұрпақтары өсіп өне берсін деп Алладан тілейміз. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne ustazım hakkında söylesem birinci mektepke barıp mektepte ana klasga kirgen kezde mağan ustazlık kılan osu Kultureyev Erken ağay bolan. Ustazım jumusta katta jumus ornu başka, uyda ornu başka. Jumusta orundamağan bir kemşilikke niye gandardı juda
yig'ilатын edi o kishi. Qattiq ustaytın edi. Uyga borgan kezde o uyda o'tirib, kulib o'tirib, har qanday meni жұмысты ayta beradi. O yoqda boshqa odam, bu yoqda boshqa odam. Ustozimning bari nelerin ko'p narsasini men o'rgandim. O жұмысқа borgandigim bir qiziq bo'lgan mening. Shu yerga borganda 8 kilometrdan kelib, so maktabga borgandim. Shu yerda men 69-yil, 1969. Shu yerga Erkan agayning uyine borib, ajemiz bor ekan. So'rab, kim bolasın dedi. Men o'shanday Qanig'o'jani bolasman. Dedim, o'shanday bir penarvajati bo'lsa ham, bir жұмыс bo'lsa, o'shanday o'quga bal jetpay qoldi, kiramay qoldim deb aytib edim. Bu Erkin agayning ismini Qanig'o'ja degan kishi qo'ygan atangiz. Aytamiz, hozir keladi deb, sizni жұмысқа alуға men de aytam deb ajem aytdi. Keyin ajem aytgandan keyin, voy endi Erkin agay keldi kulib. Bir-birimizni oncha tanimaymiz qo'y. Kulib, biroq sana ne qilib o'shanday, "Yo'q, qo'jata" dedi, erkinchilik bo'lsin deb ajam o'shanday qo'ygan degandan keyin Erkin agay kulib, "Meyli endi xo'jaking bolasini bir jardam beramiz. Menda diplom yo'q qo'y, diplom yo'q kezde istov qiyin." So'man, ajam bir og'iz so'zmen maktabga muallim bo'lib istedik. Biraz kezde qiyinchilik bo'ldi. Birinchi men istagan kezde o'ynab yurib, o жұмыстың nesin oncha bilmeptim. Keyin asesda jengildagi bizning Mahambet agay ikinci ustozimiz maktabning bilim bo'yicha mengirishimiz va zavushi asesda aytib, o'rgatib, barin mana bola boshqa o'rtatim bo'lib degan kezi ham bo'lgan. Mana bola mana aytganini tushunbesem kerakda. Ikimiz o'tiramizga sabaqdan qolib meni olib qoladi. O neden keyin ana arkadan kun o'tib mahang o'tirib oldin o'tqizib oladi. Kun issiq o'tirib endi tushunbesem kerakda bir ekretdan keyin mana bola boshqa o'rtatim bo'ldi dedi. So alesni chiqib aytdi. Endi boshqa o'rtada mahanga ulkan rahmat. Erekingda o'zim minnatdorman. Ko'kimiz, ustozimiz meni endi erekeng shu yerda maktabning eng ulguli maktablarning birine direktor bo'lgan, отличный народный образование olgan, o'ta medallar, rahmat olgan. Har narsaning nesi bo'lganda maktab rayon bo'yicha alg'ashqi o'rinda turadi edi. Maqta jönünde de barinde. Biz endi biraz degan keyin avul maktabini o'tdik. Bu yerda jengildagi o'saqda istagan жұмыстарымыздың nesi natijasi u yerda qiynalmaysiz deb direktorning aytgan gapi bo'ldi menday. O'sin mana Baturxo'jada istanglar, meni istev menday bo'ladi degan angimani eshitdik. Odan keyin starший учитель degan званиені aldık. Жаман емес, men o kishini esdan chiqarmaymiz. Mahang o'tirmini onu kishini semiyasi ham yaxshi. Baldarına nevaralarini o'zim yaxshi tilegim. Ustozimiz joyi jannati bo'lsin, istalib o'tgan eski aluvi dargida qabul qilsin. Amin. Alloh rahmat.
Артарыңызға мықты денсаулық, отбасыларыңыз амандық, жұмысқа тырысып келіңіз. Бүгін мына біз сіздерді шақыруымыздың мақсат байқап отырған шығарсыздар. Сыртына іліп қойды ма? Ашып? Кабинетті көрдіңіздер ме сыртта? Разы? Көрмедіңіздер ме? Бізде мынандай дәстүр болады. Осы жаңа мектеп ашылғалы бері біздің сыныптарға осы елде, осы ауылға, халыққа еңбегі сіңген азаматтардың аттарын беріп жатырмыз. Бүгін осы рәсімді жалғастырып, бүгін мына Құлтөреев Еркін атамыздың атына осы сыныпты беріп отырмыз. Бұл сыныпта ол кісінің немересі жұмыс істейді. Құлтөреев Әсілбекке. Мына жігіт сол кісінің немересі, осы жігіттің кабинеті бұл. Біздің әріптесіміз жақсы ұстаз, жақсы тәрбиеші. Құдай қаласа осы жерден пенсияға шығатын шығар деп ойлап отырмыз. Мүмкін келешекте болашақта директор болатын шығар, атасының жолын берсе. Сондықтан барлықтарыңызға бүгін осы жиынға қатысқандарыңызға рахмет айтамыз. Қазір біз осы бүгінгі салтанатты жиынымызды Құлтөреев Жолбарысайға сөндірсек. Құрметті дәстүрлі жаңа мектеп ашылғалы бері осы әр сыныпқа елге еңбек сіңген азаматтардан сынып беріп жатырмыз. Соның бір несі куәсі бүгінгі Құлтөреев Еркін атамызға бөгемізге беріп жатқан сынып. Осы сыныптың ашылуы жаңағы бізде ұстаз жолын қуып, ата жолын қуып қызмет етіп жатқан бізде Құлтөреев Әсілбек деген ініміз бар, бауырымыз бар. Осы атасының жолын қуып жұмыс істеп жатыр. Жұмысы жақсы. Кеше облыстық аудандық олимпиададағы орын алып оқушысы, және облыстық жолдама алып, сол жақтан да алысқа талып келіп отыр. Жұмыста сәттілік тілейміз. Мына ашылысын деп жариялаймыз енді. Өздеріңізге естеліктеріңізді айтарсыздар әзір. Құлтөреев Еркін атамыз туралы, сыныбымыз туралы. Сөйтіп осыны ашылуын ары қарай жалғастырып, Құдай тамағы бар екен артынан сол Құдай тамағын жеп, үйге қайтамыз. Алдымен біздің осы мектепке жаңа аты берген осы біздің еліміздегі азаматтармен таныстырып өтейін. Біз ең бірінші Құлмай Өтеп атаға бердік бір сыныпты. Осыны біле жүріңіздер деп жатырмыз. Ол кісі де осы елде туып өскен, осы елге еңбек сіңген ұстаз болып өткен кісі екен. Төрбаев Захан атаға бердік тағы бір сыныпты. Захан ата жоқ шығар берген бар ма? Кешірсем бәріңіз аттарыңызды айтып отыру керек тұр ғой? Ахмет Мырзабай атаға бердік бір сыныпты. Одан кейін Ақмырзаев Қантек досымызға бердік бір сыныпты. Тағы бір сыныпымызды ол Ауғанстан соғысына қатысқан Бертаев Тағайхан деген кісіге. Осымен біз 5 сыныпты беріп отырмыз, бұл 6-шы сынып. 6-шы сынып бөлмесі. Енді осы кісінің өмір дерегімен танысу үшін келесі сөзі мектебіміздің бастауыш сынып пән мұғалімі Төлебаева Жұлдызай қыздарыңызға беремін. Қош келдіңіздер. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2017 жылғы 12 сәуірде болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласы шықты. Осы мақалада айтылғандай, қазақта туған жерге туыңды тік деп бекер айтылмаған. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылына, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады. Адам баласы шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер әркімнің шыр етіп дүниеге түскен жері, бауырында еңбектеп қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір бақи тұратын өлкесі болып саналады. Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды. Туған жерге, оның мәдениеті мен салт дәстүрлеріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі. Туған жерге деген сүйіспеншілік нені білдіреді? Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған жердің тарихын оқудан көрініс тапқан. Туған жердің әрбір сайы мен қыры, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар.
Солардың бірі Құлтөреұлы Еркін ата. Бұл азамат 1937 жылы Мақтаарал ауданына қарасты Октябрь колхозында дүниеге келген. Құлтөре атадан 2 ұл болған. Үлкені Еркін ата, кішісі Сапар ата. Құлтөре 2 ұлымен жас кезінде дүние салған. Өмірде шешесі 2 ұлмен көп қиыншылықтарды басынан өткерген. Соның барлығына сабыр, қанағат жасап, күн көрудің әрекетін жасаған. Еркін атаның әкесі қайтыс болған соң Өзбекстанға қоныс аударған. Олар Сырдария ауданына қарасты Шыбынтай ауылына келіп жайғасқан. Сол ауылда 7 жылдықтан кейін 10 жылдық мектеп ашылған болатын. Еркін ата 7 жасында 44 жылы сол мектептің 1 классына оқуға барған. 51 жылы 7 класты бітірген Еркін ата арада біраз уақыт тастап Ташкент қаласына келіп педтехникумға оқуға түседі. Және оны ойдағыдай бітіріп шығады. Осы арада сол Құлтөреұлы Еркін атамыз 59 жылы Мақтаарал ауданы 30 жылдық совхозы тұрғыны 39 жылғы туылған Оразымбетова Салқын Қосаққызымен шаңырақ көтереді. Сол Салқын Қосаққызымен шаңырақ көтеріп, отау құрып, 5 ұл, 3 қыз дүниеге алып келген. Қазіргі кезде Еркін атамыздан тараған ұлдары мен қыздары барлығы жанұялы болып, өз қызметтерін атқарып жүр. Сырдария ауданына қарасты Құршы